Екінші сынып қазақ тілі 48-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сұраулы сөйлем. 46-шы жаттығу. Самат өзінің қарындасы Еңлікке өлең оқып отыр. Ал Еңлік болса, өлеңдегі сұрақтардың жауабын таба алмай қиналды. Еңлікке көмектесейік. Ол үшін төмендегі өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқып, сұрақтардың жауабын дереккөздерден іздейік. Неге? Бұлттар неге ауады? Жаңбыр неге жауады? Шағыл неге көшеді? Жарық неге өшеді? Маса неге шығады? Жұлдыз неге ағады? Орман неге шулайды? Теңіз неге тулайды? Өлеңнің авторы Қадыр Мырза Әли. Өлеңнен сұраулық мағына беріп тұрған сөзді тап. Ол сөз неге? Түсіндіре кетейін. Әр жолда сұраулық мағына неге сөзі арқылы берілген. Бұл сөз әр сөйлемде себеп-салдарлық сұрақ қояды. Неліктен, қандай себептен? Түсінікті болса, келесі тапсырманы орындайық. 47-ші жаттығу. Мына жайттарды білу үшін сұраулы сөйлемдер құрап жаз. Сабақтың басталатын уақытын білу үшін сабақ қашан басталады деген сұрақ қоямыз. Сыныптағы кезекшінің есімін білу үшін бүгін кезекші кім деп сұраймыз. Азаматтың сабақтан кешігу себебін білу үшін Азамат неліктен сабаққа кешікті деп сұраймыз. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың санын білу үшін қазақ тілінде неше дауысты дыбыс бар деген сұрақты қоямыз. 48-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Ақтерек, көктерек. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Ел кезекте тіл алғыш болса сондай ұл керек. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Білімді де тәлімді болса сондай ұл керек. Төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Өлеңнің жалғасын өзің айтып көр. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Инабатты, ақылды болса сондай қыз керек. Енді сұрақтарға жауап берейік. Үзіліс кезінде ойнауға болатын тағы қандай ойындарды білесің? Мысалға, қарақұмық ойыны, ақсерек, көксерек ойыны, алтын сақа ойыны, кім жылдам ойыны, ұшты-ұшты ойынын және сақина тастау ойынын ойнауға болады балалар. 49-ші жаттығу. Бағанның сол жағындағы көмнік ненің орнына тиісті сұрау мәнді сөйлемдер жаз. Екі бағандағы сөйлемдердің бір-бірінен өзгешелігін дәлелде. Сен өскенде кім болғың келеді? Өскенде ұшқыш болғым келеді. Ұшқыш болу үшін не істеу керек? Ұшқыш болу үшін батыл болу керек. Сен не істеуді ұнатасың? Мен сурет салғанды ұнатамын. Саған қандай суретші ұнайды? Әбілхан Қастеев сияқты суретші болғым келеді. Енді салыстырайық. Сол жақтағы сөйлемдерде сұрау мәні бар. Кім, не, қандай, не істеу керек сұраулы сөйлемдер. Ал оң жақтағы сөйлемдер ойды хабарлау, мәліметті беру үшін айтылған, яғни хабарлы сөйлемдер. 50-ші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Мойны сұрақ белгісі. Бұл қандай көл құсы? Жұмбақ шешуіндегі құсты сипаттап жазып көр. Жұмбақтың жауабы аққу. Ал сипаттап жазатын болсақ, аққу денесі ірі, жүнтекті ақ түсті құс. Оның ұзын, иілімді мойны сұрақ белгісіндей тәрізді, яғни қисайып тұрады. Қанаттары кең, аяқтары сүлгі тәрізді, суда жақсы жүзеді. Тұмсығы әдетте сары-жасыл реңкті, түбінде қара дақ болады.
Аққулар су өсімдіктерімен және кейде балықпен қоректенеді. Көбі қыстан жылы жаққа көшіп жанысады. Мәдениетте аққу тазалық пен адал махаббаттың символы ретінде бағаланады. Аққу өте әдемі құс. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.